Қайырлы күн, құрметті оқырмандар және әлеуметтік желі қолданушылары. Бүгін біз сіздердің назарларыңызға әлем әдебиеті мен американдық жазушы Стивен Кингтің «Жасыл миль» атты романын ұсынамыз. Танымал американдық жазушы Стивен Кинг бұл романында оқырмандарды Луизиана штатында орналасқан суықтау түрмесіндегі сұмдық оқиғалардың куәсі болуға шақырады. Өлім жазасына кесілгендерді жазалауға арналған Олдспарки электр орындығына апаратын дәлізді тұтқындар «Жасыл миль» деп атап кеткен. Түрме бақылаушысы мен басқа күзетшілер кей жағдайлардың біз ойлағаннан да әлдеқайда басқаша екендігіне көз жетеді. Кейде темір тордың арғы жағындағы қылмыскерлердің адамгершілігі кәдуілгі адамнан артық болуы мүмкін. Ем блогындағы тұтқындар үшін ажал өмірдегі барлық қайғы-қасіреттен арылудың жалғыз жолы болып қалады. Назарларыңызға рахмет. Сау саламатта болыңыздар.